Баршаңызға сәлем, каналыма қош келдіңіздер. Каналға тіркеліп, лайк басып, комментарий қалдыруды ұмытпаңыздар. Бүгін сіздерге ең пайдалы ақпараттың бірімен бөлісетін болам. Экранға жақындап, пайдалы түсін түртіп алып отырыңыздар. Денсаулығымызға пайдалы жемістің бірі киви. Киви дәрумендерге өте бай тропикалық жеміс. Оның құрамындағы жаснық, калий, кальций, магний, фосфор, мырыш, темір, марганец сынды амин қышқылдары ағзаға өте пайдалы. Кивиді жиі тұтынатын болсаңыз, ағзаға инфекцияның тарауы тежеліп, иммунды жүйе нығайып, жүрек қан тамырлары ауруының алдын алып, ағзаның қатерлі ісікпен күресуі артып, жүйке жүйесін жақсартады екен. Басқа жемістерден айырмашылығы, киви консервіленген кезде еш бұзылмайды. Сондай-ақ жеміс Е дәруменіне өте бай. Біле білсеңіз, кивиді жеп қана қоймай, косметика негізінде пайдалансаңыз да болады. Осыны тропикалық жемісті суықтағанда, вирусты дерт кезінде, авитаминозда, шаршағанда, әлсіздікте, күш жоғалғанда, күйзелісте, диабет, гипертония, тромбоз дерті кезінде тамақтану мәзіріне осы жемісті міндетті түрде қосқан дұрыс. Апельсин мен лимонға қарағанда кивидің құрамында С дәрумені өте көп, және калий, кальций, Е дәруменіне де бай. Олар жүрек аурулары мен артериялық қысымға қарсы көмектеседі. Сонымен қатар кивидің 100 граммда небәрі 60 калория бар. Сондықтан бұл жемісті диета ұстайтындар көп тұтынады. Норвегиялық ғалымдар киви мен майлы қышқылдар мен тамырдағы қан ұйығын кетіруге болатынын айтады. Күніне 2 киви жесеңіз, 1 айдан соң нәтижесіне көз жеткізесіз. Қаныңыздағы май мөлшері 15%-ға дейін төмендейді. Киви жүрек қан тамырлары және онкологиялық аурулардың алдын алатын жеміс. Ресейлік нутрициологтардың пайымдауынша, киви артерияны бітейтін артық майдан арылуға көмектеседі. Маман жемістің жүкті әйелдер үшін пайдасын тигізетінін айтады. Оның құрамындағы калий ана мен бала жүрегінің жұмыс істеуіне септігін тигізеді. Темірді сіңіруге көмектесіп, іш қатудың алдын алады. Қаны қою, жоғары қан қысымына бейім адамдар күніне 1 дана киви жеп жүрсе, аурумен күрескен болып саналады екен. Нәзік жандылар үшін кивидің емдік қасиеті бар. Ол шаштың ерте ағаруынан сақтап, ағзадағы артық салмақтан арылуға көмектеседі. Қыжылдан құтылу үшін де 1 кивиді жеу жеткілікті. Ересек адамдарға кивиді қан қысымын және ағзадағы холестерин көлемін азайту үшін жеуге болады. Сондай-ақ кивидің құрамында иммунитетті нығайтып, ағзаны жасартатын С дәрумені баршылық. С дәрумені ағзаға зиянды нитраттардың енбеуін де қадағалайды. Сонымен қатар кивидің құрамында қан ауруларын емдейтін темір молынан бар. Бет терісінің сыматтылығын сақтау үшін де кивиді пайдаланып маскалар жасауға болады. Мамандар кивидің өзінен бұрын қабығының да пайдасы орасан зор екенін анықтады. Себебі кивидің қабығында антиоксиданттар көп кездеседі. Ол терідегі натрий затын сыртқа шығаруға көмектесетін таптырмас құрал. Сондықтан киви қабығын тастап жібермей, одан маска жасап пайдалансаңыз, бетіңіздің терісі балғын күйгенеді. Кивидің қандай зияны бар? Кейбір адамдарда киви аллергиялық реакция тудыруы мүмкін. Көп жағдайда кивиді тым көп мөлшерде жейтін адамдарда дененің түршігуі және аллергияның әртүрлі түрлері дамиды. Киви қаншалықты пайдалы болса да, осы жемісті асыра пайдалануға болмайды. Киви жемісін көп жеу ісінуге, ал кейбір жағдайларда анафилакцияға әкелуі мүмкін. Сондай-ақ ісінуден бөлек кивиді көп мөлшерде тұтыну демікпе, бөртпе, терінің қызаруы, ауыз қуысының шырышты қабығының тітіркенуіне әкелуі ықтимал. Кейде кивиді шамадан тыс қолдану тағамдық аллергия синдромын дамытады. Мұндай жағдайда адамның ерні, тілі мен шырышты қабаты ісініп, аузында ауырсыну мен қышу сезімі пайда болады. Бүгінге дайындаған сіздерге ақпаратым осы. Сіздерге пайдалы болды деген үміттемін. Пайдалы, өздеріңізге керек тұстарын түртіп алыңыздар. Келесі кездескенше сау болыңыздар. Каналға тіркеліп, лайк басып, комментарий қалдыруды ұмытпаңыздар.